Бұндай мәселелердің сұрақтары жаңағы жиі қойылып, жиі шешіліп, осында кездесу болып тұрғанның зияны жоқ деп есептеймін. Себебі енді біз мына өндірістік гөрі мына жерде отқан жаңағы адалдық алаңындағы комиссия мүшелері бар, солардың мүшелері бар, қатысатын мына мекемелердің басшылары бар, олар жиірек жоғары жақтағы адамдармен жиі кездеседі, сосын сол кездерде айтылады деп есептейміз. Енді жаңағы мәселелер айтылған бірнеше сұрақтың біреуі, ең бірінші сұрақ. Мына 1 январдан бастап салық мәселесі жөнінде жаңағы. Ал сол жерде жаңағы бұрынғыша төлей береді салықты дейтін список бар, перечень. Сол перечень тізімнің ішінде недропользователь деген бар. Біз мысалы общераспространенный недропользователь, біз жаңағы топырақ, тас өндіретін, біз жаңағыдай просто мұнайшылар бар, алтын өндіретіндер бар. Мүмкін солардың бәрін қосып жазып жүрген. Ертең налог төлемесек, біз ертең штраф саламыз мысалға. Сондай мәселелерді қойдық жаңағы. Сосын екінші мәселе жаңағы ЛКУ-дің отчетты біз тапсырамыз инспекцияға. Сосын барып бізден тағы налоговый сұрайды отчет. Сосын жаңағы земельный сұрайды. Сондықтан сол қайталанатын отчеттардың қысқарса дейміз мысалға. Оның лишний қажет жоқ. Сосын жаңағы экологияға беретін информацияда оларға бекітіліп келген документтің ішіндегіні көшіріп жазып беріп, сондай мәселелер қойылды. Осы мәселе шешіледі деп есептейміз енді. Мынау өнім өндірушілердің ішіндегі мына недропользователь ракушечный болып, біз Маңғыстауда үйдің құрылыстың бәрін тұрғызып жатқан. Оның бағасы қазір түсіп кетті, оған көңіл бөліп жатқан жоқ. Тоқтың бағасы атап шыңыранып кетті. Солярка, дистопливо өзіңіз білесіз майдың, сондықтан да ол бәрін сонда осы жерде айтылды, енді жоғарыға жетіліп шешіледі деген үміттеміз. Адалдық алаңының былай қараған кезде тиімділігі қалай деген ой келеді бізге. Себебі бізде жаңа көп мәселелерді айтып жатырмыз. Сондықтан мына адалдық алаңында жаңа мүшелермен танысып шықтық. Басшысын танимыз, Дайрабай деген жігітті. Бұл енді иманы бар жігіттер деп есептейміз. Сондықтан имандылық ортасында жоғары жаққа жеткізіп, мына халықтың, жай мына кәсіпкерлердің мұқтаждарын ойлап, жоғары жеткізіп, сол шешіледі деген ойдамыз. Бұл айтек жаңа бұрынғы жиналыстар сияқты, бұрынғы комиссия не сияқты галыш қойып тек ютубқа шығарып, отчет беріп, президент осындай не аш деп айтты деп, сондай болмайды деп есептеймін. Сондықтан болмауға тиісті сондай бір үлкен үміт күтеміз.